Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді сочники жасаймыз. Құрамы қарапайым заттардан жасалады. Әсіресе шаймен ішкенге өте дәмді десерт. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін майды үккіштен өткіземіз. Үстіне електен өткізілген ұн, қант, қопсытқыш қосып, крошки жасаймыз. Үстіне бір жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Оған дейін салмасын жасай береміз. Творогқа қант, жұмыртқа, ұн және қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Енді қамырды домалақ бөліктерге бөліп, орташа қалыңдықта жаямыз. Ортасына салмасын салып, екі шетін жабыстырамыз. Үстіне жұмыртқа сарысын жағып, 180 градуста 20 минут пісіреміз. Піскен соң үстіне қант ұнтағын сеуіп әсемдейміз. Міне достар, сочники дайын болды. Ас болсын.